уақыттың ауысуына байланысты қазіргі таңда нақты бір қарсылық болмаса наразылық тіркелген жоқ дәл қазіргі уақытта. Ал енді бізде таңғы сағат 8-ден мектептерде, ауруханаларда жұмыс жасайды. Енді егерде бір қандай да бір сондай ұсыныстар болатын болса біз қарастырамыз. Бірақ енді көрші облыста жұмыс уақытын мемлекеттік қызметкерлер 8-ден бастап ауыстырып жатқанын білеміз. Бұл Астана қаласында да сондай болды. Біз енді мен оны өзіміздің аппаратта қызметкерлерге ұсынып көрдім. Сол кезде олар мені ашығын айтты. Біз 1 сағат артық тағы жұмыс жасағымыз келмейді деп. Өйткені ол мемлекеттік қызметкерлер бәрібір де ол өзінің қайтып жүрген уақытында 6:30-7:30-да қайтпайды. Олар өздерінің жасаған жұмыстарын заңға сай жасайды. Ал енді таңғы сағат 8-ден бастап алып 5-те қайту деген ол 1 сағат біз артық жұмыс жасағымыз келмейді деп өздері осы қазіргі таңдағы жұмыс режиміне қанағаттанатындықтарын білдірді. Сол себептен де қарапайым халық тарапынан, мұғалімдер, оқушылар тарапынан өзара келісім бар. Кейбір мектептер мысалға бала санының аздығына байланысты 45 минут емес 40 минуттық уақытқа көшті. Мысалы түстен кейінгі ауысымда оқитын мектептер. Сондай мәселелерді өзара ата-аналармен, ұстаздармен, оқушылармен келісе отырып өздері шешіп жатыр. Ал енді жаппай біздің облыста осы сағаттың ауысуына байланысты қарсылық бар деп мен айта алмаймын. Егерде қандай да бір ұсыныс болатын болса, біз қарастыруға дайынбыз. То есть социальные сети вы не мониторите, да? Потому что в социальных сетях жители Абайской области, жители Востока продолжают жаловаться на... Маған нақты біздің облысқа қатысты қарсылық білдіргенді маған сілтемесін жіберіңіз, мен олармен кездесуге дайынмын. Второй вопрос. Так, ответ, будете ли вы менять что-то? То есть вы ждете, чтобы люди пришли с жалобами? Халықпен кездесемін, ұсыныстарын тыңдаймын, олармен компромиске келуге дайынбыз. Ұсыныс айтса, оны мен үкіметке жеткізуге дайынмын.